Сәлеметсіздер ме оқушылар, сендер автобус кенет тоқтағанда алға қарай бірден қолға алып ұшып кетердей сәтте болғансыздар ма? Бүгін біз осы құбылыс туралы өтеміз. Бұл инерция құбылысы. Инерция дегеніміз дененің өз қозғалысын немесе тыныштық күйін сақтауға тырысатын қасиеті. Мысалы, сендер автобуспен келе жатасыңдар делік. Автобус кенеттен тоқтағанда сендер алға қарай ұмтыласыңдар ғой, иә. Неге олай болады? Себебі денелер өз қозғалысын сақтауға тырысады. Бұл инерцияның әсері. Тағы бір мысал, үстел үстінде доп жатыр делік. Егер оны итерсең, ол домалай жөнеледі. Бірақ біраздан соң тоқтайды. Неліктен? Өйткені ауа мен үстелдің үйкелісі оның қозғалысын баяулатып тоқтатады. Егер үйкеліс болмаса, ол мәңгі домалай берер еді. Яғни, доптың қозғалысын сақтау ниеті инерция. Өмірде инерцияны көп кездестіреміз. Машина кенет тоқтағанда, жолаушылар алға қарай итеріледі. Ұшақ ұшып бара жатқанда, қозғалтқыш өшсе де, біраз уақыт ұшып кете береді. Тіпті таңертең төсектен тұруға ерінетініміз де инерцияның адамдағы түрі деп айтуға болады. Әзілмен, сондықтан, балалар, инерция табиғаттағы барлық денелердің қасиеті. Ол бізге қозғалыстың заңдылықтарын түсінуге көмектеседі. Бүгінгі сабақта осы құбылысты тәжірибе арқылы бақылап, өмірмен байланыстырып үйренеміз.